мырза, Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің құрылған күніне орай салтанатты шеруге қала мектептерінің оқушылары сапқа тұрғызылды. Сапаттағы Сержант Садыков. Құрметті қонақтар, ата-аналар, түлектер мен оқушылар, сіздерді Қазақстан Республикасының қарулы күштердің құрылғанына 31 жыл толу мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ата-бабамыз аңсап өткен халқымыз азаттық жолында талай тар жол тайғақ кешулерді басынан өткерген. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. 1992 жылғы 7 мамырда тәуелсіз Қазақстанның қарулы күштері құрылды. Сондықтан бүгінгі оқушыларға қазақстандық патриотизм идеясын дарыту, елін сүйетін, жерін құрметтейтін, демократиялық ұстанымдарға шексіз берілген азаматтарды тәрбиелеу, қоғамның білім мен тәрбие беретін мектептің басты міндеттерінің бірі. Алғашқы құттықтау сөзді Қазақстан Республикасы қарулы күштері ардагері полковник Сәтенов Қажымұқан Асауылына береміз. Құрметті оқушылар,
болашақ сарбаздар, бүгін еліміздің қарулы күшінің 31 жылдық мереке күнін атап жатырмыз. Енді мынау қарулы күш дегенде бұл екінші сөз ойға не келеді? Бұл отан қорғау, бұл патриотизм. Патриотизм деген не? Ол біріншіден өз туған жеріңді сүю, тіліңді, дініңді, салт дәстүріңді білу. Сондықтан да сіздер осы жастан бастап отан қорғауға дайындықтарыңызды бастап жатырсыз. Дайындық бұл осымен бітпеу керек. Бұл әр адамның жүрегінде, ойында болу керек. Отан жалғыз бізде, Қазақстан. Біз қорғамасақ кім қорғайды? Сондықтан да бүгінгі бастап жатқан үлкен шара құтты болсын. Әрқайсыңыз өткен сайын мен елдің патриоты боламын, мен елдің қорғанысы боламын деп өсіңіздер. Сапар тілеймін бәріңізге. Жолды берге құтты болсын. Облыстық мәслихат депутаты, Ауғанстан соғысының ардагері Қойлыбаев Марат Айтуғанұлына сөз кезегін береміз. Құрметті оқушылар, құрметті біздің артымыздан ерген тәуелсіз мемлекеттің ұрпақтары, бүгін міне тәуелсіз еліміздің қарулы күштерінің құрылғанына 31 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған мынау іс-шараға жиналып отырмыз. Тәуелсіз мемлекеттің тұғыры биік болу үшін елін, жерін қорғауға, сол ертең тәуелсіз еліміздің қорғаныш күштерінің саптарын толтыратын мына тұрған өздеріңсіңдер. Ел қорғайтын сарбаздарсыңдар. Бүгін міне әскери киім киіп, әскери форма киіп тұрғанмен мектеп қабырғасында оқып жүрсеңізде, ертең есейе келе кішкене уақыттан кейін сол қарулы күштерінің қатарына шақырыласыңдар. Сол тәуелсіз елдің қарулы күштерінің қатарына барып, ел намысын, жігермен намыспен қорғауға сендер қашанда әзір екендеріңізді білемін. Елімізді, жерімізді тәуелсіздіктің тұғырын биік болу үшін қорғайтын тек қана ол өздеріңіз. Демек, міне тұрған сіздер. Қазір міне мектептерде жүргізіп жатқан алғашқы әскери дайындық сабақтары өтіп жатыр. Бұл демек, ең бірінші әскери дайындықтың әліппесі деп айтуымыз керек. Әліппесін бойларыңызға жақсылап сіңіріп, ертең қарулы күштер қатарына барғанда өздеріңіз дайындықтарыңызды көрсетулеріңіз керек. Мектепті аралап, жастармен тәрбиеде қашанда айтатынымыз бір ғана. Өзіміздің айтар бір ұсыныс тілектеріміз бар. Мынау соғыс ардагерлері ретінде. Елді қорғайтын, жерді қорғайтын сендерсіңдер. Бұл ел, бұл жер, мынау әлемдегі көлемі бойынша 9-шы орын алатын ел бізге біреудің берген сыйлығы емес, біреудің бізге беріп қойған, мәдет беріп қойған дүниесі емес. Бұл кешегі анау өткен бабаларымыздың, кешегі кеткен аталарымыздың ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен бізге қалдырып кеткен демек аманат. Осы аманатты қорғап, біз артымыздан келетін өскелең ұрпаққа қалдыруымыз керек. Демек, сіздерден кейін қалу керек. Сол үшін елді жерді тағы да қайталағым келеді. Біреу үшін, бір нәрсе үшін емес, бұл елді, бұл жерді біздікі болған үшін біз қорғауымыз керек. Отан қорғаушылар, ел қорғаушылар, міне отырған жүрегінде түгі бар, жүрегінде ерлігі мен батырлығы бар, сендердің қатарларында тұрған нағыз азаматтар бар деп мен тағы да бір үлкен сеніммен айтқым келеді. Еліміз, жұртымыз тыныш болсын,
кешегі бүгінгі күні тойланып жатқан қарулы күштерінің 31 жылдығы құтты болсын. Ертең бір күннен кейін келетін 9 мамыр 2-ші дүниежүзілік соғыста жеңіске жеткен жеңіс күнімізде тағы да құтты болсын дегім келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміздің көк байрағы ана отырғандай қашанда жоғарыдан биіктен желбіреп тұрсын дегім келеді. Рахмет. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың сөзімен айтатын болсақ, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан демекші. Шыншыл, батыл, физикалық тұрғыдан жан-жақты дамыған, білімді, жаңашыл ұрпақты тәрбиелейтін саланың бірі әскери патриоттық тәрбие болып табылады. Болашақ отан қорғаушы жастар тәрбиелеу жұмысында мектептегі тәрбие беру саласының маңызды бір бөлімі екендігі сөзсіз. Ортада республикалық, халықаралық байқаулардың бірнеше дүркін жеңімпазды Сазды орта мектебінің жас ұлан үрмелі аспаптар оркестрі, әскери жетекші аға лейтенант Смайылов Абыл Амангелдіұлы. Халық батыры Есет Батыр атындағы әскери патриоттық клуб мүшелерімен номері 74-ші орта мектептің жас сарбаз әскери патриоттық клуб мүшелері қоян қолтық күрес тәсілдері көрсетілім қойылым тамашалауға шақырамыз. Вару! Аятта!
номері 55-ші орта мектеп гимназиясы мен номері 74-ші орта мектеп оқушылары, әскери жетекшілері, лейтенант Әбілқайыр Ринат Сәрібайұлы,